Мен Бижарас Садырбайұлы атындағы орта мектебінің 9-шы сынып оқушысы Ерғали Мейір. Менің деректі киномның кейіпкері Болат Әбділманов Мәзінбайұлы. Өз ауылымнан Бижарас Садырбайұлы мектебінен шыққан, ел үшін еңбек етіп, қазақтың театр және кино әлемін паш етіп жүрген жерлесіміз болмақ. Әбділманов Болат Мәзінбайұлы 1960 жылы 12 қарашада бұрынғы Талдықорған облысы Ақсу ауданы Қаракөз ауылында туған. Әкесі Әбділманов Мәзінбай марқұм қойшы болған. Анасы Әбділманова Шарбану марқұм қойшының көмекшісі. Балалық шағы Қаракөз, Кеңғарын ауылдарында өткен. Үйдің жалғыз ұлы. Жұбайы Мазарлинова Айгүл, қыздары Жамал, Ақмарал, Ақерке, ұлдары Иманғали, Ақнұр. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері. Құрмет орденінің иегері. Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл толуына байланысты медалі Парасат орденінің иегері. 1982 жылдан бастап Алматы мемлекеттік көркем театр институтының актерлық факультетін бітірген драмалық театрдың актері. 1982 жылдан Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының актері. 1992-2006 жылдары Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театрының актері. 2016 жылдан Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актерлік құрамында. Болат ағамыз 60-қа жуық рөлдерді сомдаған. Қыз жібек, Айман Шолпан, Жан әке пьесаларын ойнаса, үлкен экраннан орын алған Абай, Жау жүрек мың бала, Анаға апарар жол және де тағы да басқа киноларда рөл сомдаған. Ағамыздың бар рөлдерін бір видеоға сыйдыру мүмкін емес. Бижарас Садырбайұлы атындағы орта мектебі 2022 жыл, балалар жылына орай 2021-2022 оқу жылдарын аяқтауға байланысты Түлек 2022 жаңа Қазақстанның ертеңі тақырыбында мектепшілік шара салтанатты түрде аталып өтті. Осы жиында аудан әкімі Базарханов Есім Сейілханұлы мектеп түлектерін құттықтап, осы мектептің түлегі Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Әбділманов Болат Мәзінбайұлына Ақсу ауданының құрметті азаматтығын табыстады. Мектебіміздің төрінен жерлесіміз Әбділманов Болат Мәзінбайұлына арналған тарих кабинетінің ашылу салтанаты болды. Кабинеттің ашылу рәсімі ардагер ұстаз Жүнкебаева Гүлинар Темірғалиқызына тапсырылды. Театр сымбатты өнердің ішіндегі ең зор өнердің бірі деп Мұхтар Әуезов атамыз айтқандай. Еңбегінің арқасында елге танылып, өнерге тол өткен ағамызды аңыз адам десек артық айтпаймыз. Артыңыздан ерген ұрпағыңыз үшін сіздің өнеріңіз үлгі, өнеге. Осындай өнерді дәріптейтін ағаларымыз барда қазақ өнері ешқашан өшпейді. Біз әрқашан сізді мақтан тұтамыз. Сіздің біздің ғана емес, ауылдың ғана емес, бүкіл қазақ елінің мақтаншысыз.